Оршабекова Нұрбибі Еркебай қызы 16 сәуірде 1955 жылы Жамбыл облысы Шоқпар станциясында дүниеге келді. Әкесі Оршабеков Еркебай сол жердегі орта мектептің директоры. Анасы Құнанбай Мұқабай қызы Жұмахан. Ағалары Төлеген, Төкен, сіңлісі Нұрила. 1971 жылы Шу қаласындағы нөмір 307 орта мектепті аяқтап, Жамбыл педагогикалық институттың математика пәнінің мұғалімі факультетіне түсіп, аяқтағаннан кейін ауылына математика пәнінің мұғалімі болып орналасты. 1976-2007 жылдары Хантау станциясындағы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебінің директоры болып жұмыс істеді. 1975 жылы Смағұлұлы Сәрсенбай азаматымен тұрмыс құрып, 3 қыз Меруерт, Гүлзат, Әлия және ұлы Қайнарды дүниеге келіп, тәрбиелеп өсірді. Мың 2007-2017 жылдары Алматы облысы Қарасай ауданы Ғабдуллин атындағы орта мектебінде математика пәнінің оқу ісінің меңгерушісі болып жұмыс атқарды. Қазіргі таңда балалары мен немерелерінің алдында зейнеткерлік демалысты. Әкемізге адал жар, балаларға аяулы ана, немерелерге асыл әже, айналаға абзал жан бола білдіңіз. Осынау уақытта бізге түзу жол сілтеп, қиналғанда қолдап, қуанғанда қасымызда табылған сізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Алла өзі сізге шөбере көруге жеткізсін.